Ерін ұялтқан ел болмас. Бөлтіріктің шешен батыр аты ел арасына кең таралып, өзі де жігіт ағасы жасына келген шақ екен. Ата-бабасының туған жеріне келіп, бір үйде ағайындарымен бірге мәслихат құрып отырғанда, бөлтірік ел аралап жүріп, көріп білгенімен билігі, шешендерді сөзден тоқтатқан тапқырлығы жайында әңгімелер айтады. Орталарынан шыққан өнерпазының өнеріне, ақылына тәнті болған бір туысы: пай бөлтірік-ай, сенің де сөзден ұтылып, жеңілген жөннен ұтылып ұялған жерің бар ма екен, деп қатты ризалығын білдіреді. Бөлтірік өзінің осы өмір ішінде бір рет қатты жеңіліп, бір рет қатты ұялғанын айтады. Ағайындары бөлтіріктің кімнен қалай жеңілгені туралы айтуын өтінеді. Бөлтірік әдеттегідей тыңнан жол тауып былай депті: шу өңірінің маған нағашы болып жүрген бір байының Ақбалым деген аса көрікті, сөзге ұста, ақылды қызы бар еді. Талай рет кездесіп, сөз жарастырып тең түсе бердік. Ақбалым десе дегендей-ақ еді. Бөлтірік: маған лайықты сенен артық жар жоқ. Бірақ желкеңде майың, іргеңде малың, астыңда атың, алдыңда қартың жоқ. Не үйің, не күйің жоқ. Мені қалай алып кетесің? Мен қалай еріп кетейін, деп айтып салғаны. Менің қалжыңға сүйеп салған қолқа сөзіме көп алдында ашықтан ашық шын жауап қайтарғанда, ішім өртеніп, қызы қайыра тіл қата алмай: байлаған майың болмаса, желке болғаннан не пайда? Айдаған малың болмаса, жиен болғаннан не пайда? Астыңда атың болмаса, өзіңнің батыр болғаныңнан не пайда? Алдыңда қартың болмаса, жүзіңнің жарқын болғаннан не пайда? Деп отырып қалдым. Сөзден жеңілгенім осы болды. Отырғандардың ішінде ақсақалды қария кісі: бөлтірік батыр, енді қалай ұялғаның жайында айтарсың, деп өтінеді. Түннің бір уақ еді, деп әңгімесін бастайды бөлтірік. Қораның маңы тасыр-тұсыр болды да кетті. Сыртқа шықсам, қораның төрінде бір арлан қасқыр ештеңе таба алмай, ары-бері жортып жүр екен. Мені көріп бері бұрылды. Көзіне көзім түсіп кетіп еді, назаланғандай екен. Қораның есігін ашып қасқырды шығардым да, басым иығыма түсіп, сілейіп тұрып қалдым. Қораға түссе, қасқырда құр кетпеуші еді, мына қасқырдың қорамнан құр кеткеніне ұялдым. Аздаған үнсіздіктен кейін қария кісі: сен бөріден ұялсаң, біз бөлтірігім сенің өзіңнен ұялып отырмыз. Ерің ұялтқан ел болмас, елін оятқан кем болмас деуші еді бұрынғылар. Сен бізді оятып жүрсең, біз сені ұялтып жүр екенбіз, деп тоқтайды. Ертеңінде ел жұрты бөлтірікке ақ отау сыйға тартқан екен. Лақтаған ешкі артық. Бірде бөлтірік өзінің диқан туысының үйінде отырғанда, үстіне көрші ауылдың аң аулап шыққан бір еріккен мырзасы келеді. Қасында сөзге жүйрік биі болса керек. Үй иелері қонақтарына ешкінің сүтін қатқан шай береді. Дастарханға жент май соқ қояды. Келген қонақтар дастархан үстінде оны-мұнының басын шалып отырып, иттер мен көліктерін мақтасады. Би қасындағы серігінің мініп жүрген қысырының жүйріктігіне тамсанады. Мырза болса, қасындағы биінің шешендігін мақтайды. Келген үшеудің біреуі атқосшы ғана үн қатпай отырады. Үй иесінің қонақтарына сойғаны қорасындағы 5 ешкінің бірінің лағы екен. Лақтың басын мүжіп отырған мырза қонағасыға көңілі толмағандай қалып танытады. Қасындағы бие де ешкі малын кемсіте сөйлеп, серігін қолдайды. Бұлай деп тақпақтайды: мұның анасы ешкі екен, атасы тек екен. Өзі лақ екен, құлағы шұнақ екен. Есі бөлтірік екен, байлығы өтірік екен.
Лақтың басын аппақ қып мүжіп, миын алып жейді. Табақтағы етті де тауысып қояды. Ас ішіліп болған соң қонақ би қайтадан атқа мінердің қысыр мініп жүрген биесін мақтай бастайды. Жердің жайсыздығы болмағанда, әлгінде алдарынан қашқан Алтайы түлкіні жібермей-ақ қоятыны туралы сөйлейді. Түлкіге жете алмай қалған қысырын осынша асырып мақтаған биді бөлтірік жақтырмай қалады. Қарны тойып тыныққан қонақтар қайтуға жиналады. Сыртқа шыққан соң атқа мінер би мақтаған жүйрігін бөлтірікке көрсетеді. Бөлтіріктің де бір ауыз сын айтуын өтінеді. Сонда бөлтірік былай деген екен: құлын бермес биеңнен лақтаған ешкі артық, байлау бермес биеңнен үндемеген есті артық. Зар жағым болса, түйе қарап жүрер медім. Бірде әкесі әлмен жолаушылап кетіп, 9 жасар бөлтірік түйе қарап көрші ауылға барыпты. Намазшам кез екен. Тайлағын сар желдіріп, төбе басында 9 құмалақ ойнап отырған қарттардың қасына келіп: «Ассалаумағалейкум аталар», деп сәлем береді. «Уағалейкум ассалам шырағым, жол болсын. Әйел болсын, ауылдарыңызға бошылып түйе келді ме?» «Жоқ шырағым, ондай келген жоқ». Бөлтірік тайлағын бұрып алып, ауылына қарай жүре бермек болғанда бір қария: «Әй шырағым, үйіңде зар жағың жоқ па еді?» дейді. «Жоқ еді, зар жағым болса, осы уақытта түйе қарап жүрер медім». Бөлтірік ұзап кеткен соң: «Мынау уағында ел сұрайды екен, әйтпесе зар жақ дегенде, біз оның атасын сұрап отырғанымызды қайдан біледі жас бала?» десіп, қариялар таң қалысады. Сүңгіп алып шығайын деп едім. Жасы 8-ге жаңа шыққан бөлтірікке әкесі: «Балам, өрістегі атты алып келші», деді. Бөлтірік қолына жүген ұстап үйден шықты. Өрісті шарлап, атты кешке дейін іздеп таппады. Шөлдеп шөліркеп, ымырт үйірле Күзербай деген байдың үйіне жетті. Сорпа су ішеміз бе деп байдың үйін торуылдайтындар аз емес. Бөлтірік келгенде жалаң аяқ, жалаң бас, еріндері тобарсып жарылған 2 кедей отыр екен. Біреу түйе қараған, біреу ат қараған болып 2 желеу бір сылтаумен тамақтарын тойғызбақ. Келімсектерге көже құйып беретін бай үйінің әдеті екен. Күбіде бидай көже қашып тұр. Байдың тоқалы пісіп-пісіп жіберді де дәу табаққа құйып, үшеуінің ортасына қоя салды. 3 кісіге 1 қасық. Үшеуі кезектесіп ішуге кірісті. Көженің суы көптеу, қоюы аздау екен. Қарны ашқан бейшаралар қоюын ішкісі келеді, бірақ қоюдың қолға түсуі қиын. Қасыққа ілінбейді. Қасындағы екеуінің жасы үлкен әрі әккі қу екен. Көжені қасықпен қозғап жіберіп, қоюы көрініп қалғанда лып етіп іліп әкетеді. Кенет бөлтірік орнынан атып түрегеліп, басындағы тымағын былай лақтырып тастады. Қойнындағы жүгенін алып жерге бір-ақ ұрды. Үстіндегі шекпенді, аяғындағы етікті шешті. Енді болмаса одан әрі шешіне бермекші. Төрде мұны көріп отырған бай: «Әй балам, мұнша неге мазаң кетті тыпырлап? Неге шешіндің?» дейді. «Ата, шешінгенім мына көженің түбіндегі қою маған ұстатпай әурелеп бақымақ етті. Мыналарға ұстатады, маған ұстатпайды. Соны сүңгіп алып шығайын деп едім. Шешінгенім сол». «Тоқта балам», деп Күзербай оң қолын көтерді. «Балам, кімнің баласы едің?» «Әлменнің баласымын». «Атың кім балам?» «Атым Бөлтірік». Бай бір жігітіне әмір етті: «Өрістен тездетіп бір мал әкел». Бай дереу ауыл ақсақалдарын шақырып алды. Мал да әкелінді. «Балам, ана қойдың мойнынан ұста, батамды беремін». «Айтқаның әділ болсын, тілегің қабыл болсын. Жұртқанда жолың болсын, Қызыр әлейкәссәләм шылауыңда болсын. Дұшпаныңа киелі бол, халқыңа иелі бол. Өзіңе өмір берсін.
Айтқан сөзің әрдайым осылай жүйелі болсын, әумин. Малды табу оңай, бағу қиын екен. Төрелігімен дүйім елді риза етіп, үйірлеп жылқы алып жүрсе де, бөлтіріктің қорасына мал бітіп көрмепті. Өйткені ол тапқан олжасын орта жолда кедей-кепшікке таратып кетеді екен. Үй іші, бала шағасы бірде бар, бірде жоқ дегендей тақыл-тұқыл күн кешеді екен. Бөлтірікті ауылдас ағайындары жалғыз атты қара қасқа кедейдеп мазақ етеді. Мұның жақсылығы қайда? Шешендігінен не пайда? Үйінде түгі жоқ. Балалары аш жалаңаш, үрерге иті, сығарға биті жоқ, дейді. Оңашада әйелі де осылай дейді. Бөлтірік үндемей құтылатын болса керек. Ақыры әйелі айтып қоймаған соң, ағайынның айтқаны дұрыс екен-ау. Сенің осы қанша мал бағуға шамаң бар, деп сұрайды бөлтірік. Сөйтсе әйелі, ел қатарлы бағамыз ғой, дейді. Бөлтірік үндемей отырады да, жөн-жосығын айтпай аттанып кетеді. Сол бетімен салып ұрып барып, Сыпатай батырдың үйіне ат маңдайын бір-ақ тірейді. Шығарда жаны басқа шын досы келген соң, Ақпейіл батырдың не жаны қалсын, иіліп төсек жайылып жастық боп жақсылап күтеді. Қайтар кезде қандай бұйым тайым бар еді, деп сұрайды. Сонда бөлтірік, бұйым тайым болғанда, Сыпеке, мен бір нәрседен қатты ұялып келіп отырмын, дейді. Ойпырмай, деп батыр таң қалыпты. Сен де ұялады екенсің-ау, кім сені ұялтып жүрген? Мен де ел қатарлы мал жинайын деп бір қора соқтым. Қораны қалқайтып біткен күні қардың жауып қалғаны, түн ортасында 4 қасқыр қара тартып қораға келіпті де, шапқан күйі ар жағынан бір-ақ шығыпты. Малым болғанда қасқырлар аузын қандайтын еді-ау, қораға емес далаға келгендей болып қалды-ау, деп қатты ұялдым, депті шешен. Содан соң Сыпатай Ботбайдың жақсысымен жайсаңын жинап алып. Бөлтірік шешен ештеңеден тайынып, ешкімнен ұялып көрген жоқ еді. Қасқырлардан қатты ұялған жай бар екен. Алдына мал салып беріңдер, дейді. Сонымен бөлтірік ауылына бір үйір жылқы, бір табын сиыр, бір қора қой айдап қайтады. Елге жеткен соң әйеліне, ал енді айтшы, қанша мал керек саған? Қалауыңды ала қойшы, депті. Сонда әйелі, ой, мен мұнша малды баға алмаймын, деп шошынған екен. Бөлтірік ағайындарын шақырып алып, малды табу оңай болғанымен, бағу қиын екен маған. Сендерге бағу оңай болғанымен, табу қиын болар. Мына малдан алыңдар, деп бар малды ағайындарына таратып берген екен. Асыл жеңгем өлмесін. Бөлтірік замандасы, жақсы ағасы Кебекбайға сәлем бергелі келіпті. Келсе, Кебекбайдың әйелі төсек тартып ауырып жатыр екен. Кебекбай ауру әйеліне жағдай жасай алмай, өзінің де күйі болмай, үй іші жүдеу тартып қалғанға ұқсайды. Амандық саулық біліскен соң Кебекбай, ауруының беті қатты сияқты. Жаман айтпай жақсы жоқ, өліп қалмаса жарар еді, деп бөлтірікке қаупін айтады. Асыл жеңгем өлмесін, алдымен өзіңнің өлгенің жөн, дейді бөлтірік. Өзі қам көңіл болып отырған Кебекбай, неге олай дейсің бөлтірік, деп сұрайды. Әркімнің жаны өзіне тәтті, сен менің айтқанымды көңіліңе ауыр алма, деп бөлтірік сөзінің мәнісін түсіндіре бастайды. Кімсің? Кебекбаймын атандың. Атағың ауылдан асып, алашқа жетті. Ағайынға сөз салсаң, сөзіңді өткіздің, жөн айтсаң, жөніңді өткіздің. Қалың мал беріп, қалап алған Құдай қосқан қосағымен қосағардың. Ұлың ұяға, қызың қияға қонды. Бұдан артық Құдайдан не тілейсің? Өлмегенде сайтан болайын деп педің. Асыл жеңгем өлер болса, суа келерім-ай, от жағарым-ай, қазан қайнатарым-ай деп жылағаннан басқа не бітіресің? Ал жеңешем сенен ұзақ жасайтын болса,
артыңнан жоқтау айтып, ысты мен дулатқа сенің бар жақсылығыңды жария қылмай ма? Бөлтіріктің сөзін тыңдап отырып Кебекбай: Дұрыс екен-ау, сөзің құлағыма жағып барады. Құдай мені осы жаман жеңгеңнің алдында алса, сонда жеңгең не деп жоқтар еді мені, дейді. Бөлтірік сонда бұлай жоқтар еді деп мынаны айтады: Биік таудың басынан тұнық шыққан бұлағым, көгерай саздың қасынан тұнып шыққан құрағым. Ат жалын тартып мінгенде аулыңның басын құрадың, алыс пен жақын білгенде еліңді түгел сұрадың. Сұлтаным тірі кезіңде тал шыбықтай бұралдым, енді өлді дегенде өзіңді менен бөлгенде, қара жерге көмгенде көзімнің жасын бұладым. Жер таянып құладым, қолымнан ұшқын сұңқарым, шәй деспеген шынарым. Мүңкір нәңкір келгенде әсем болсын тұрағың, таңда машқар күнінде бейіштің мінгін пырағын. Әңгіменің бәрін бастан аяқ сүйсініп тыңдаған ауру бәйбішенің бойына жақсы сөз қуат береді. Басын көтеріп орнынан тұрып шалына: Қайным дұрыс айтып отыр, алдымен сен өл деп, отын жағып суын әкеліп қазанына ас салады. Үйдің берекесі кіріп, үй ішінің қабағы ашылып, мәз-мейрам болып, ас ішіп отырғанда бәйбіше Бөлтірікке: Жеңгең өлмесе де өлгендей еді. Ағаңның өлгенін тірілгендей қылдың деп шын жазылғанын білдіріпті. Елдің бірлігі, бидің білігі. Ел жайлаудан қыстауға көшкенде көштің алдында шолушы жүріп отырады екен. Сол бір жылы Бөлтірік ауылы шолушы шықпай тұрып, ерте көшіп кетеді. Соның салдарынан көп қақтығысқа ұшырап, Бөлтіріктің ауылының ер жетіп қалған баласы қаза болады. Қасқарая бере қақтығысып қалған қарсы топта ағайын адамдар екен. Бір-бірін жыға танығаннан кейін ой бауырымдап көріседі. Екі жақта қапыда қаза болған бауырларының өліміне қатты күйініп, сүйек иесі не айтса, соған келіспек болады. Енді екі жақ болып, қарақылды қақ жарып, тура билік айтатын ара ағайын іздейді. Ақыры, төмен барсаң Жәкел мен Шоқай бар, жоғары барсаң 40 000 қойлы Тоқай бар деп, Шоқай датқаға жүгінгенді жөн көреді. Сонымен мерзімі жеткен кезде екі жақта төменге аттанатын болады. Бірақ қайғыдан көкірегі қарс айырылып отырған қаралы ауылдағы Бөлтіріктің құн даулап төменге барғысы келмейді. Ал Бөлтіріксіз ердің құнын даулауға ағайынның тағы да дәті бармайды. Сондықтан ел адамдары өзіңде жүр деп Бөлтірікке сөз салып, бармасқа жанын қоймайды. Ақыры Бөлтіріктің келісімін бермеске шарасы қалмайды. Содан соң дауға кімнің баратынын анықтап алады. Олардың ішінде Қаратау жоқ болып шығады. Қаратау дауға жүйрік, бірақ көп сөйлемейтін, билікте көп араласпайтын батыр адам екен. Бөлтірік ағайынға шарт қойып: егер елдің құнын даулауға мен баратын болсам, Қаратау қалмасын дейді. Сонымен бәрі төменге аттанады. Шоқай датқаның үйінде билік айтылады. Шоқайдың алдында төбесінде тұлымы желпілдеп, 6-7 жасар баласы ойнап жүреді. Оған ешкім назар аудармайды. Шоқай датқа астарлап сөйлейтін, сөз салмағын артына сақтайтын сарабдал сақ адам екен. Ердің құны 1000 қылды. Ағайынның айыбы 100 жүнді болсын деп екі ұштылы билік айтады. Мұнысын қой ешкі ме, әлде ірі қара ма, атын атап түсін түстемеген соң, ойын ажырата алмаған айналасындағылар қапелімде ештеңе дей алмай қалады. Сонда Қаратау ойнап жүрген баланың тұлымынан шаш беріп ұстай алып, қынабынан кездігін шығарып алқымына тақай қояды. Егер ердің құны 100 қылды, ағайынның айыбы 100 жүнді болса, мен сенің балаңның құнынан 1 жылғы тоқтымның төлімен қана құтыламын, депті. Көп сөйлемейтін адамның көтеріліп кетсе қиын болатынын білетін Шоқай датқа
баламды шынымен бауыздап жіберер ме екен деп сескеніп, жазсам жаңылдым, кешірмете көріңдер. 100 қылды дегенім 100 жылқы, 100 жүнді дегенім 100 түйе еді. Аттон айып өзімнен тағы болсын депті. Бөлтірік Қаратаудың осындай тар жердегі тапқырлығына көңілі толады. Елге қайтып келе жатқанда бөлтіріктің қабағы ашылып, жүзі жадырағанын көрген кеңесші билердің бірі оған: ердің құны қайтты, нардың пұлы қайтты, қайғың басылды ма, көңілің ашылды ма дейді. Сонда бөлтірік оған былай депті: қайғымды басқан, көңілімді ашқан ердің құны нардың пұлы емес, ақылы бай, нақылы сай, елдің бірлігі, бидің білігі емес пе деп, билік айтқан Шоқайға да, билік айтқызған Қаратауға да, билікке тоқтаған елге де ризалығын білдірген екен деседі.